Hi everyone, this is Bilingual. Баршаларыңызға сәлем, бұл Bilingual. Айман ыдыс жуып жатыр. Аружан қуыршақ ойнап отыр. Мен видео түсіріп жатырмын. Сіздер видео қарап отырсыздар. Осы сөйлемдер сіздерге не туралы айтады? Бұл сөйлемдер процестің қазір болып жатқандығын білдіреді қазақ тілінде. Мен қазір видео түсіріп жатырмын. Сіздер қазір видео қарап отырсыздар. Жатыр, отыр көмекші етістіктері қазақ тілінде созылмалы осы шақты жасайды. Ағылшын тілінде созылмалы осы шақ present continuous деп аталады. Present continuous'тың формуласын қарастырайық. Бірінші орында есімдіктер тұрады. Pronouns. Есімдіктерге осы шақтағы to be етістігін қосамыз. Am, is, are етістіктері. Одан кейін біз етістікке ing, яғни ing жалғауын жалғаймыз. Сонда бізде есімдік қосылған to be, қосылған етістік ing деген формула шығады. He is kissing his son. I am watching TV. Sorry. One eternity later. I'm still waiting for him. Present continuous шағын дәл қазір болып жатқан іс-әрекетті сипаттау үшін айтамыз дедік. Енді қорытындылай келе біз сөйлемдерімізді болымды, болымсыз сұраулы деп жіктеп көрейік. Мысалдар: It is snowing. Қазір қар жауып жатыр. It is not snowing. Қазір қар жауып жатқан жоқ. Сұрақ: Is it snowing? Қазір қар жауып жатыр ма? Немесе He is studying. Ол сабақ оқып жатыр. Ол оқып жатыр. He is not studying. Ол оқып жатқан жоқ. Is he studying? Ол оқып жатыр ма? Келесі мысал: We are talking. Біз әңгімелесіп жатырмыз. We are not talking. Біз әңгімелесіп жатқан жоқпыз. Are we talking? Біз әңгімелесіп жатырмыз ба? Өздеріңіз байқағандарыңыздай біз каналға қайта оралдық. Енді үздіксіз видео салып тұруға тырысатын боламыз. Бізді қолдап жіберсеңіздер, сіздерге алғысымыз шексіз болады. Бізге лайк басыңыздар, каналға жазылыңыздар, Instagram парақшаңызға жазылсаңыздар болады. Рахмет. Bye.